Мектеп алды даярлықтың үздік сыныбы байқауы. Мақсаты: мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқытуда заманауи білім технологиялары мен әдістемелерін пайдалану бойынша тиімді тәжірибелерді ұсыну. Теряев атындағы номер 17 орта мектебі, коммуналдық мемлекеттік мекемесі, мектеп алды даярлық тобының тәрбиешісі Туспекова Айнаш Кәкенқызы. Даярлық тобында 13 бала бар. Оның 7-і ұл бала, 6-ы қыз бала. Қыркүйек айынан бастап балалар ұйымдастырылған іс-әрекетіне бірден кірісті. Олардың деңгейлерін бақыладым. Әр баланың ойлау қабілеті әр түрлі. Балалар 1-ден 10-ға дейін санауды біледі. 10-нан 1-ге дейін кері санауды біледі. Дауысты, дауыссыз дыбыстарды айыра алады. Сөздерді суретке қарап буындай алады. Әр түрлі сөздерден сөйлемдер құрай алады. Берілген суреттер арқылы әңгіме құрастыра біледі. Балалар көбінесе ойнағанды жақсы көреді. Балалар мен күзгі бақта серуенге шығып, әр түрлі ойындар ойнап, жерге түскен жапырақтардан гүл шоғырын жасадық. Балалар мен түрлі қызықты ойындар ойнаймыз. Мектеп жасына дейінгі балалардың жан-жақты дамуы үшін ойынның рөлі, ойын баланың шын тіршілігі. Құлжанованың осы сөздеріне оқыту және оқыту тәжірибесін ескердім. Осы ойындар арқылы балалардың қимыл қозғалыс жасау дағдыларын, зейіндерін, байқағыштықтарын, жүгіру, жүру, секіру, лақтыру дамытуға болады. Ата-аналармен баланың бас ұстазы ата-ана тақырыбында ата-аналармен жиналыс өткізіп, әр түрлі ойындар, тренингтер жоспарға сай өткізіп отырамыз. Және де үнемі тығыз байланыста боламыз. Республика күні балалар әнұраннан бастап тақпақтарын, әндерін айтты. Тәуелсіздік күні тәуелсіздік құрбандарын еске алып, таныстырып, бейне материалдармен және слайд арқылы таныстырылды. Жаңа жыл мерекесінде ән, би, тақпақтарын айтып, ойындар ойнатылып, балалар Аяз атадан сыйлықтарын алды. Балалар кішкентай болса да, мамандықтар тақырыбы бойынша, өз қалаулары бойынша қазірден бастап қай мамандық иесі болатынын таңдап қойған. Болашақта әр қайсысы өздерінің таңдаған мамандықтары бойынша армандары орындалсын деп тілейміз. Сондай-ақ эксперименттеу мектепке дейінгі кезеңде балалар әрекетінің негізгі түрлерінің бірі болып табылады. Оларға эксперимент жасауға талпыныс, білім құмарлыққа және мәселелі жағдаяттарды өз бетінше шешуге ықылас таныту тән. Әлі де байқауларға қатысамыз, жүлделі орындар аламыз деп сенемін.